Сәлеметсіздер ме, әңгіме бағы арнасының тыңдармандары, каналыма хош келдіңіздер. Әңгімені соңына дейін тыңдаңыздар. Үйімізге жиі келетін құрбымнан қалай құтыларымды білмей, бұған қатысты айтылатын кеңесші таппай жүрмін. Басынан бастайыншы, мектептен бірге өскен Жаннұрмен тонның ішкі бауындаймыз. Жоғары білімді де бір университет қабырғасында оқып алдық. Жаннұр жатақханада да бірге тұрған жан құрбым екені рас. Бір-бірімізден сыр жасырмаймыз. Күйеуім Дәулетпен танысқанда да ол қасымда еді. 3-ші курста оқитын кезіміз ғой. Жатақханадағы бөлмелес қыздар жаңа жылда жігіттермен қарсы алуға кетті де, Жаннұр екеуміз ғана қалдық. Менің ешқайда барғым келмеді. Бірақ Жаннұрдың сүйрелеуімен бөлмеге қамалып отыруымыз жарамас. Одан да орталық алаңға барып, сағат 12-ге дейін шырша көріп қайтайық деп жатақханадан шықтық. Көше толған көңілді жастар, алаңдағы әрлі-берлі ағылған қыз-жігіттерді, балаларын ерткен ата-аналарды көріп, алаңда жүре беріппіз. Сағат тілі 12-ге жетіп, әдемі әуен қойылып, жан-жақтан от шашар атылып, әр топ өз алдарына билеп жатыр. Бір-бірімен қол ұстасып, дөңгеленіп билеп жүрген 10 шақты қыз-жігіт Жаннұр екеумізді қоршап алды да ортаға алып билей жөнелді. Айналамыздағылардың барлығы билеп жатқан соң, оларға біз де қосыла кеттік. Сол топтың арасында Дәулет те бар тұғын. Таныстығымыз сол жерден басталып, көктемде үйленген едік. Бүгінде Жаннұр сол күні жатақханадан мен сені қоярда қоймай алып шықпағанында Дәулетпен таныспаған болар едің. Сендердің танысуларыңа мен себепшімін дейді әзілдеп. Диплом алған соң Жаннұр колледжге, мен мектепке жұмысқа тұрдық. Бірақ ол әлі тұрмысқа шықпады. Менің 2 ұл, 1 қызым бар. Орталықтан 2 бөлмелі үй алғанбыз. Аға жеңгесінің қолында тұратын Жаннұр жұмыстан келе жатып бізге соқпай кетпейді. Балаларым да оны жақсы көреді. 30-ға келген Жаннұрдың жаны жабырқап жүргенін байқаймын. Кейде ол уақыттың зырлап өтіп бара жатқанын, осылай жүре берсе ертең 40-қа да күйеусіз, баласыз аяқ басатынынан қорқатынын айтып мұңаяды. Жұбаныш сөздерімді айтамын. Алайда тым келгіштеп кеткен құрбыммен күйеуімнің арасы жақындап бара жатқан сияқты. Мен ас үйде ас даярлап жүрсем, екеуі теледидар алдында әңгімелері жарасып отырады. Дастархан басында шай үстінде де қалжыңдаса қалады. Үй тазалап, еден жуып әбігерге түсіп жатсам, Жаннұр мен күйеуім сурет көріп, болмаса балконда әңгіме дүкен құрып тұрғаны. Күйеуімді дүкенге жұмсасам, Жаннұр да ілесе кетеді. Осы құрбым кешкілік үйге телефон шалса, кейде үй шаруасынан қолым босамай жатса, онымен Дәулет сөйлеседі. Ал содан екеуінің қолынан 1 сағат бойы телефон тұтқасы түспейді. Өткенде Жаннұр ауылына кетіп 2 апта үйге келмеген еді. Дәулет жұмыстан келіп есіктен кіре салып, бірінші Жаннұр келді ме деп сұраумен болды. Ашудан шыдай алмай, Жаннұр екеуінің араларында не бар еді деп айғайлап жібере жаздадым. Бірақ өзімді әрең тежеп тілімді тістедім. Күйеуімдікі жай әншейін сыйластық шығар. Құрбыма бола Дәулетіммен ренжіспей-ақ қояйын дедім. Өйткені ерлі-зайыптылар бір рет айқайласып ұрысса, олар болмашыға солай керісуге әдеттеніп қалатыны белгілі. Не істесем болады, құрбым араласқан жанұямыздың бұндай өмірі қаншаға созылар екен. Жаннұр осыны неге ойланбайды? Әлде онымен ашық сөйлесіп, үйге күнде келе бермеуін сұранайын ба? Дәулетке бұл туралы білдірмей осылай жасағаным дұрыс болар. Сіз не дейсіз? Құрметті тыңдарман, авторға деген өз пікіріңізді комментарийға жаза кетіңіз. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.